Ту тәуелсіздіктің тұғыры, елтаңба елдіктің белгісі, гимн ұлт рухының үні. Бүгін елімізде мемлекеттік рәміздер күні тойлануда. Осы орайда Таразда облыс әкімінің қатысуымен мемлекеттік рәміздер күніне арналған рәміздер рухы Конституция күші атты салтанатты рәсім өтті. Мерекелік жиын Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру рәсімімен басталды. Одан кейін 100-ден астам жас өрен бір сапқа тұрып, мемлекеттік әнұранды асқақтата орындады. Салтанатты рәсімде Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев тұрғындарды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтап, өңірдің қоғамдық саяси дамуына және патриоттық құндылықтарды насихаттауға үлес қосқан бірқатар азаматтарды марапаттады. Жәкібаева Күлзахира Абжапарқызы марапатталады. Сәду Шәкіров атындағы орта мектебінің мұғалімі Шу ауданы. Мінекей бүгінде 4-ші маусым рәміздер күніне келіп тұрмыз. Үлкен мерекелік салтанатты жиын. Салтанатты жиында құрмет грамотасына еленіп тұрмын. Өте толқулымын. Еңбегім еленіп жатқанына да үлкен алғысымды білдіремін. Іс-шараның ерекше бөлігі халықаралық деңгейде ел намысын қорғап жүрген дарынды жастарға арналды. Сахна төріне халықаралық ғылыми жобалар мен робототехника олимпиадаларының жеңімпаздары шақырылды. Олардың қатарында Өмірбек Жолдасбеков атындағы халықаралық зерттеу жобалар жарысының жеңімпаздары, ғылым әлемін ашамыз ғарыштық зерттеу байқауының алтын және қола медаль иегерлері, Finabatch International Robot Olympiad пен Infomatrix Asia 2026 халықаралық жарыстарының жүлдегерлері бар. Нұрдәулет Мұса, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.